Баршаларыңызға сәлем, мен қазір өзімнің ең дәмді пловымды дайындаймын. Бұл жерде мен өзімнің барлық құпияларымды сіздермен бөлісемін. Осылай жуамды турап және де 3 сәбізімді тазалап турап алдым. Мен бүгін пловты тауықтың етімен дайындаймын. Тауықтың етін турап бәрін дайындап қойғам. Міне маған тауықтың еті керек, сәбіз, одан кейін күрішті 3 кесе басамын. Одан жуамды, сосын менде дәмдеуіштер, дайын дәмдеуіштер, яғни оның ішінде куркума, паприка, изюм, зира бәрі қосылған. Және чесногымды дайындап қоямын. Осылай етімді бірінші пісіріп аламын. Пісіп болған етке жуамды қосамын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін сәбізімді қосып қуырып аламыз. Одан дәмдеуіштерімді қосып, мұндағы ең құпиясы мен соевый соус қосамын. Соевый соус қосқан кезде сіздердің күріштеріңіздің түсі әдемі болып тұрады. Және осылай суын қосып, суын 3 кесеге 5 кесе су құямын. Және қайнағанша күтеміз. Қайнап болғаннан кейін ақырын таза күрішіміз, жуылған күрішімізді осылай салып шығамыз. Үсті бәрін түзелейміз. Одан ортасына чесногымызды осылай тығып қоямыз. Енді бетін жауып, астын басып 30 минут пісіріп аламыз. Міне менде өте дәмді осындай плов шықты. Түсі де керемет. Ас болсын.